Остин Клеон «Кратика художник». Бұл кітап шығармашылықпен айналысатын барлық жандарға пайдалы болады, ал шығармашылықпен бұл өмірде барлығы айналысады. Өнер бұл ұрлық. Пабло Пикассо, суретші. Остин Клеон бізге әлемге суретші сияқты қарауды ұсынады. Суретші бұл әлемге не нәрсені ұрлап кетуге болатынын іздеп қарайды. Әбдіжаппар Әлқожа қанша жерден сен оригиналсың деп ән салғанымен, бұл әлемде оригинал ештеңе жоқ. Жазушы Джонатан Леттам егер де бір нәрсені оригинальны деп айтса, демек 10 жағдайдың 9-ында адамдар ұрлықтың түп тамырын таппаған. Әр шыққан жаңа идея бұрынғы идеялардың жиынтығы. Кітапта мысал ретінде генетиканы ұсынады. Мысалы, сенің әкең және анаң бар, және сен сол кісілердің сипаттамаларын өзіңе аласың. Сен өзіңнің ата-анаң мен ата-бабаларынан шыққан ремикссің. Сенің шежірең бар. Дәл сол сияқты сенің идеяларыңда шежірелері бар. Кітаптағы келесі тұжырымдама: художник ол нағыз коллекционер. Бірақ ол барлық нәрсені коллекция жасамайды, тек нағыз махаббатқа бөленетін дүниелерді өз коллекциясына енгізеді. Сенің негізгі жұмысың жақсы идеяларға коллекция жасау. Неғұрлым көп жинаған сайын, соғұрлым саған әсер ететін идеялар багажыңда үлкен бола береді. Өмір сүріп жатқан әлеміңе қызығушылық таныт. Сөздердің мағынасын сөздіктерден ізде. Сілтемелер бойынша өт. Басқаларға қарағанда тереңірек қаз. Тек осылай ғана алдыңғы қатардан табыла аласың. Іздеуге болатын нәрсенің барлығын Google-дан ізде. Барлығын ізде. Өзіңнің армандарыңды, проблемаларыңды да Google-дан іздеп таппағанша басқалардан сұрама. Нәтижесінде сен жауапты өзің табасың, немесе сұрақты дұрыс қоятын боласың. Үнемі оқи бер. Кітапханаға бар. Кітаптардың қоршауында қалған адам әрқашанда сиқырлықты сезінеді. Кітап сөрелерінің арасында адасып кет. Дереккөздерді зертте және есіңде сақта. Кітаппен танысуды сен бастамайсың. Кітап сені өзі тартады. Кітаптарды оқу жоспарында болмаса да өзіңе жинап қой. Зерттеме, үйрен. Автордың келесі кеңесі: көшіруді баста. Ешкім жеке стильмен және өз даусымен жаралмайды. Біз анамыздың құрсағынан өзіміздің кім екенімізді біліп тумаймыз. Ең басында барлығы өздерінің ұнататын кейіпкерлеріне қарап үйренеді. Көшіре отырып үйренеді. Әңгіме практика жайында болып жатыр. Бұл плагиат емес, бұл өзгенің жұмысын өзіңдікі ретінде ұсыну емес. Көшіру қайта құруға ұқсайды. Есіңе түсір, механик көлікті оның қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін бұзып қайта жинайды. Йоджи Ямамото, киім дизайнері. Өзіңе ұнайтын нәрселерді көшіруді баста. Көшіре бер, көшіре бер, көшіре бер, көшіре бер. Осылай өзіңді табасың. Кімді көшіру керек десең, бұл жерде барлығы қарапайым. Саған шабыт беретін, сен ұнататын, сен ұқсағың келетін адамдардан көшір. Ең бастысы, көшіретін адамдардың көп болу керек. Бір адаммен шектелме. Ал екінші мәселе: нені ұрлау керек? Бұл жерде сәл қиындау. Стильді ұрлама, сол стильдің негізін құрап тұрған ойлы образдарын көшір. Өзің ұнататын адамдар сияқты болуға ұмтылма. Оның орнына әлемді солар сияқты көре алу қабілетіңді дамыт. Өзің оқығың келетін кітапты жаз. Дәл осы формуланы басқа жобаларға да ұсынса болады. Өзің оқығың келетін пост жаз, өзің көргің келетін видео түсір, өзің қатысқың келетін курс жаса, өзің көргің келетін қойылым жаса. Жақсы туынды шығару үшін барлығын өз қолыңмен, яғни гаджеттерді қолданбай жаса. Цифрлық технологиялар деген жақсы, олар керемет көмекші болып табылады. Бірақ шығармашылық үшін өзіңнің денеңді қолдануды ұмытпа. Көбірек қимылда, денеңмен көп жұмыс істе, сол кезде жаңа идеялар келе бастайды. Компьютерлер жасап жатқан жобаңның атмосферасын бере алмайды. Ал барлығын қолыңмен ақ параққа жазып, схемаларды сызып, бояп, стикерлермен, плакатпен, тақтамен жұмыс істейтін болсаң, шығармашылығың түрлене түседі. Автордың келесі кеңесі: құр уақыт жоғалтқанға уақыт аяма дейді. Бұның қысқаша мағынасы мынандай: шығармашылық адамдарға кейде жай ғана ештеңе істемей отыру пайдалы болады. Ньютон мен Архимед өз заңдарын демалып отырып ашты емес пе? Бұны басқаша зейіннің демалуы деп атайды. Сен еркін ойлаған кезде жауаптар келе бастайды. Көптеген жас мамандардың басты проблемасы ол өздерінің өмірлік жолын табу. Көбісі бір істі таңдап, сол істе мықты бол дейді. Кітап авторы бұл оймен келіспейді екен. Сенің бойыңда 2-3 қызығушылық болса, тек біреуін таңдауың керек деп ойлама. Мүмкін сен таңдаумен қателесетін шығарсың. 17-20 жастағы жас маман дұрыс шешім қабылдай алады деген күмәнім бар. Сондықтан барлық қызығушылықтарымен айналыса бер. Саған ұнайтын істермен кезек-кезек айналыса бер. Олар бір-бірімен сөйлесіп көрсін. Кейде нәтижесінде бір туынды шығып қалады. Автор міндетті түрде хоббиің болу керек дейді. Хоббидің не екенін түсіндіріп қажеті жоқ деп ойлаймын. Остин Клеон танымалдылыққа жетудің бір ғана формуласын білемін дейді. Формуланың бірінші бөлімі өз жұмысыңды жақсы жасау. Бұл өте қиын.
Бұл жерде қысқа жолдар жоқ, әр күн сайын еңбек ет, сәтсіздіктер болатынын біліп жүр. Қателес, қателіктеріңді жөнде. Формуланың екінші бөлімі жұмыстарыңды адамдармен бөліс дейді. Бұл кеңесті орындау 15 жыл бұрын қиын болатын. Газетке не телевизорға шығу көптеген адамның арманы еді, ал қазір сенің қолыңда интернет бар. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, тематикалық блогтар сенің туындыларыңды күтіп тұр. Шығармашылығыңды жаңа деңгейге шығарудың келесі кеңесі өз әлеміңді қалыптастыр да географиялық шектеулерді алып таста. Өзіңнің жұмыс істейтін айналаңды қалыптастыр. Жұмыс бөлмеңе шығармашылық атмосфера енгіз. Мүмкіндік болса көбірек саяхатта, миыңды үйреншікті орнынан алып шыға біл. Сол кезде миың басқаша жұмыс істей бастайды. Басқа өмірді, басқа әлемді көрген миың саған жаңа идеяларды ұсынады. Айналаңды қызықты адамдармен қорша, өзіңнің тұрғылықты үйіңнен көшіп кет. Жаңа әлемге қорықпай кел. Айналаңды қызықты адамдармен қоршау үшін интернет жеткілікті. Шығармашылық адам үшін дұрыс ортаның болуы маңызды. Актер және кинорежиссер Харальд Рамистен цитата: «Бөлмеден ең талантты адамды тауып ал. Егер ол сен болмасаң, сол адамның қасында жүр. Оның ізінен қалма, оған пайдалы болуға тырыс. Ал егер бір күні бөлмедегі ең талантты адам сен болып шықсаң, саған басқа бөлмені іздеуге тура келеді». Сенің жұмысыңды барлығы бағалай бермейді. Жасап жатқан ісіңді қабылдамайтындар да болады. Кейде намысыңа тиіп кетуі де мүмкін. Сондықтан сондай сәттерде ондай жаман пікірлерге мән бермей, әрі қарай жылжи беруге тырыс. Керісінше, саған жасаған жұмыстарың туралы жағымды пікірлерді жинап жүр. Бұндай пікірлер саған шабыт береді. Сенің бұл істі бостан-босқа жасап жатпағаныңды білдіреді. Бірақ қуаныш пен бақыт ұзаққа бармайды. Сенің көңіл күйің түсіп, бұл істі тастай саламын-ау деген кезіңде сол жағымды пікірлерді, хаттарды, хабарламаларды ашып қайтадан оқисың да жұмысыңды әрі қарай жалғастырасың. Шығармашылық тоқырауда жеңіп шығу өте оңай, жай ғана өзіңді шектеп қой. Бұл парадокс болып естілуі мүмкін, бірақ шығармашылыққа келген кезде бұл еркіндікті білдіреді. Бір сағатта өлең жазып шығар, суретті тек бір түспен сал, бизнесті ең аз капиталмен баста, айфонның көмегімен кино түсір, бөлшектерден машина жинастыр. Бұл идеялар жүзеге аспайды деп сылтауратпа. Қолыңда дәл қазір бар мүмкіндіктермен, барлық ресурстармен, барлық материалдармен әдемі дүние жасай біл.